Қой демалып алайын деп кіріп келе жатсам, мына жақта айқас болып жатыр ғой. Ойбай, қызым не істеп тастағансың мына жерде десем, қызым мәз ғой. Ойбай, тұншықтық, ал мына қызды. Мына қызда барға түк ұят жоқ ше. Мама кішті отырмын ба? Давай, қызым, әдемі отырсың. Тұншықтыр, әлі де тұншықтыр мыналарда деп мына жаққа кіріп қалсам, мына жақтың шкаптың іші айқас болып жатыр ғой. Висура тела елочка, висура нарасла. Кім аяз ата ән айтпай ақ қойшы сен. Жоқ өлек ішің кеп барады ма не? Тым адам деген ән айтатын кезде даусына қарамаймын екен. Ішің кесін көлек, скоро Новый год. Білеміз Новый год екен. Новый год екен білдіріп сол әніңді айту керек па? Түк даусың жоқ қой. Жоқ өлек ішің киіп барады ма не сен кимегенге? Скоро мені бір аптадан кейін кет. Кеше базардан барып алып келді ғой мені. Көлек өзінше болмашы, тіліңмен жағыңа сүйенбей тұршы. Аяға қарап шаққа саусаң шұс айтпа десейші. Үйге қарай жүгірме. Қойшы сен мен сауық уақытым келіп тұрған жоқ. Қыздар араларыңа кіріп кетейінші. Ой тоба, сыймайсың, қайда бара жатырсың? Кел біреу маған кел басылсаңдаршы. Мына үйдің қатыны бізді жинамаса точно мынаған асылып өлеміз біз. Сендер нече біз деген мияқта деген асылып өлейін жатыр. Қой сендер мына түрлеріңмен мені ұйықтатпасыңдар деп осылай ішін жинауды бастап кеттім. Бір жыл алдын жуылып ілінбеген пердені де шығардым, оның да тілі шығайын депті. Нагонецті ішіне шықты, аның ішіне вообще ауа жоқ қой. Іліп қойсай бірдеңеге чарап тұрайық та. Болды, бір айтқан сөзің өлдірген көзің десем. Айыңа қақсатып алып алдың, қашан келсің? Қыс десе қыс болды, қар жауды, не қашан келсін бізді? Ой тоба, осы жерінде айтып қалу керек, киеміз, енді қақсатып бір етік алдырып алайық деп бұны да қайтадан ішіне салып қойсам. Ой тоба, күйеуге шыққалы алдың, бір рет кимедің ғой, біреуге таратып та бермейсің ғой. Мә, сенің де өкперінше айтатындай орның бар, сенің де күн жылысын точно кием деп қайтадан ішіне салып қойсам, мынау. Нұрекеңнің келіншегі күйеуіне сәлем айтса, кимесе біреуге бере салсын, мына жерде тұрып қатып кететін болды қой. Бопты, шапан сен айтқаныңды күйеуіме жеткізем деп ішіне салып қойсам да, бірақ ойланып қалдым, шапанның айтқаны дұрыс, негізі бар ғой, біздің әдетіміз жаман ғой, кимейтін киімімізді ішіне салып қоямыз. Қимаймыз ба, білмеймін, өзіміз киеміз деп әйтеуір үйлестіріп алып қаламыз ғой. Негізі бар ғой, жаман энергияның бәрі сол кимейтін киімдерден сақталады ше. Кимейтін киіміңіз болса, бер жіберіңіз, сестренкаларыңызға бер жіберіңіз. Егер де ол киюге жарамсыз болатын болса, жағып жіберіңіз. Ол іште сақталған нәрсе жаман энергияның бәрін жинайды. Сондықтан өздеріңізге жаман энергия, жаман эмоция сыйламас үшін қолданбайтын заттарыңызды міндетті түрде лақтырып тастаңыздар, сол дұрыс болады.